Еш нәрсені көрмей картина салу мүмкін бе? Бұл сауал кез келгенімізді ойландыруы мүмкін. Осындай бірегей әдісті қолданып жүрген суретші бар. Ол Ринат Елубаев. Қылғалам шебері тың тәсілмен салынған 40-қа жуық туындысын елордалық өнерсүйер қауымның назарына ұсынды. Бұл әлемдік деңгейде қолданылады екен. Тек қана 10 жасқа дейінгі балалар. Себебі 10 жасқа дейін балалардың сезімі, ішкі жан дүниесі, түйсігі олардікі ерекше болады да. Олар сезеді екен. Содан кейін 10 жастан кейін ол сезім бітіп қалады екен да. Бітіп қалғаннан кейін барып көз жұмып салған ешкімді байқамаппын мен. Интернетті бұлайды, Гуглды бұлайды ақтарып таппадым. Негізі естімедім де. Суретшінің картиналарын тек қазақстандық көрермен ғана емес, шетелдіктер де тамашалап үлгеріпті. Табиғаттың тамаша көріністері бейнеленген туындылар Ресей және Беларусь халқының да көңілінен шыққан. Автор елордада осыдан 4 жыл бұрын жеке көрмесін өткізген екен. Бұл оның астаналықтардың назарына ұсынған екінші көрмесі. Бұның қолданылатын бояулары сол кездегі импрессионизм, постимпрессионизм, постмодернизмде соған жатады. Сонымен қатар былайша айтқанда шындық не болмаса реалистік түрде де осы қанық бояулар өте жақсы қолданылады. Бұл біздің республикада қазір қанаттанып келе жатқан өте бір белді суретшілеріміздің біреуі. Ринат Елубаев көпшілікті таңғалдырудан жалыққан емес. Себебі ол бұған дейін режиссер болып кино саласына біршама үлесін қосты. Ал бейнелеу өнеріне осыдан 7 жыл бұрын бет бұрған. Сондай-ақ әндер жазып музыка саласында да бағын сынап көрген. Тәуелшіл тұлға болашақта тағы да тосын сыйлар әзірлемек.